8 наурыз халықаралық әйелдер күні қарсаңында дәстүрлер дәріптеліп жатыр. Астанада келін ененің топырағынан деп аталатын сайыс өтті. Шараның мақсаты отбасындағы қастерлі ұғымдарды сақтау, ене мен келін арасындағы қарым-қатынасты жақсарту дейді ұйымдастырушылар. Жарыста бір әулеттің ұйытқысы болған жандар алдымен өздерін таныстырып, кейін ұлттық құндылықтарды насихаттайтын кезеңдерде өнерін ортаға салды. Әрі ене мен келін арасындағы сыйластықты өнеге етті. Бүгінгі сайысқа енді өзіміздің шама-шарқымызға қарай дайындықпен келдік. Құдай қаласа, бұл сайыстың жаңағы берер пайдасы кейінгі жастарға жаңағы біздің өзіміздің жаңағы білгенімізді көрсету, білгенімізді үйрету. Біздің мақсатымыз салт дәстүрлерді, жаңағы ұлттық құндылықтарды жақсарту, соны кейінгі ұрпаққа аманат ету. Бүгінгі сайыстың жеңімпазы алдағы уақытта сәуір айында өтетін қалалық кезеңге жолдама алады. Жалпы бұндай іс-шаралар біздің орталықта жиі өткізіліп тұрады. Біздер ұрпақтар сабақтастық аясында көп жұмыс атқарамыз.